знала, что они меня ждут. Олардың мені үйде күтіп жүргенін білдім. Жақсылыққа сендім. Вера, то, что будет все хорошо. Қатерлісік жазылмайтын дерт емес. Бұған Қарағанды облысы Асакаровка ауылының тұрғыны Мәкеш Табанованың тағдыры дәлел. Қайсар әйел өз диагнозын естігенде өмірден еш түңілген жоқ. Образование правой почки. Оң бүйрегінде ісік байқалды. Сөйтіп біз оған онкоквота мен медициналық сақтандыру аясында жолдама беріп, Теміртауға компьютерлік томографияға жібердік. Ол жерде оң жақ бүйрегінде үлкен көлемді ісік бар екені анықталды. Когда мне поставили диагноз, Бірінші дәрежелі рак ауру деген диагноз қойған кезде әрине қорқынышты күй кештім. Операция жасауға жетті. Қатты қорықтым. Өмір сүргім келді. Балаларым мен немерелерімнің болашағын көрсем деген тілек болды. желание жить, видеть будущее моих детей, внуков. Дәрігерге уақытында көрініп, дұрыс ем қабылдаудың арқасында біздің кейіпкеріміз аман қалды. Я бабушка-то 6 внуков, 3 детей. Менің 6 немерем, 3 балам, керемет жарым бар. Бәрі жақсы деп үміттендім. С надеждой надо жить. Үмітпен өмір сүру керек. Әжеміз аман қалсын деп тіледік. Бәрі артта қалды. Қуаныштымыз әрине. Все позади.